Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. АИ 95 маркалы бензин қымбаттауы мүмкін. Министр. Энергетика министрі Алмасадам Сайтқалиев қордың жетіспеуінен АИ 95 маркалы бензин қымбаттауы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, АИ 92 бензині елімізде жеткілікті. Мұнай өңдеу зауыттары менен мұнай базаларында 23 күнге жететін қор тұр. Бізде АИ 95 бензині бойынша белгілі бір тәуекелдер пайда болды. Оның бағасы өсуі мүмкін. Бірақ бұл реттелетін сала. Өйткені жазғы маусымда сапарлар саны артты. Әсіресе курорттарда аймақтарға. Осыған байланысты біздің дәл осы 95-ші бензин бойынша тәуекелдерді байқап отырмыз, деді Сатқалиев. Ол министрлік жағдайды бақылауда ұстап отырғанын атап өтті. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.